Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге бір-бірімізбен кездесудің ең тиімді жолын көрсетемін. Уақытымыз жолға кетпес үшін бір-бірімізден керек файлдарды лақтырып, бірден толтырып отыру үшін скайпты орнату керек бізге. Ол үшін сіз Google-ға Skype деп тересіз, skype.com. Орысша жазсаңыз да шығады. Загрузка деп басасыз. Сосын скачать Skype для Windows деп басасыз. Skype жүктеліп жатыр, иә? Мына жерден көріп тұрсыз. Мына жерден көріп тұрсыз. Skype жүктелді, осыны ашамыз. Да деп басасыздар. Сосын русский дегенге я согласен деп басасыздар. Продолжить деп басасыздар. Продолжить деген кезде загрузка Skype деп тағы да бүйтіп шығады, иә? Менде Skype болғандықтан мен қазір баспай қояйын, иә? Уақытымыз кетеді. Ол үшін сіздерге өзімдегі осындай страничка ашылады, загрузка түсті, осындай болып ашылады. Сіздерге қазір жаңадан Skype ашу үшін создать учетную запись деп басасыздар. Өйткені сіздерде Skype жоқ болады, иә, ол кезде. Создать Skype, номер телефонаға. Номер бар ғой баком нашли, 8777 208. Нашли жоқ па не ол? Нашли қандай номер? 775 қалай? 86 338 86 86. Так, пароль. Логин ретінде создать еттік, пароль. Далее деп басасыздар. Далее деп басасыздар, иә? Далее дегенге мына жерге атыңызды, мысалы, Бағлан, иә? И Баги деп тереміз. И имяға тоже, мысалы, бір нәрсе пересластыр, иә? Кете берсін, иә? Далее. Атыңыздың жөніңіз, фамилияны жазасыз, код келіп, осы номерға. Осы номер жатыр ма? Не келді, иә, код? 2264 дейді. 2264. Далее дейсіздер. Бока сейчас чего? Страничка ашылады, осы жерге сіз звондай аласыз, бір-біріңізге звондай аласыз, Skype арқылы сөйлесу тегін, және видео арқылы сөйлесе аласыз. Қазір мына жерде мен көріп тұрсыздар, иә, өзім видеокамера яғни істеп тұр, микрофон істеп тұр, қазір звонок шығады. Тексердік, дұрыс, продолжить. Аватар қоясыздар, иә, сурет. Қазір менде оңайда сурет жоқ, сол үшін қоймай қойын. Использовать Skype дейміз. Сосын мінеке осылай шығады, иә? Бүйтіп бассаңыздар, өздеріңіздің учетный записьтарыңыз ашылады. Мына жерде. Так. Покотныш. Сосын мұнысы ашылады, иә, страничка. Сосын мына жерге өзіңіз мысалға бір адамдарды осы жерден поиск деп лупа тұр ғой. Сол жерге жаза бересіздер. Мысалы, мында Баги нижнее 7.09 менің өз логиным. 7.09. Осы адамды іздедік, мысалы, иә? Поиск дейсіздер, Апсыбай Бағлан. Добавить список контактов дейсіз. Сосын өшірсеңіз де болады, жазсаңыз да болады, отправить дейсіз. Сосын анда мысалы, тағы да мысалы, атпен іздесеңіз де болады. Мысалы, Балнур, қазір көрейік тағы. Балнур Абылай қызы. Апсыбаева деп аштық. Балнур Апсыбаева дейміз. Поиск дейміз, не шықты?
фамилия таба саламыз, иә, біріміз өз фамилиямызбен немесе учетный запись ана номер логиндарыңызбен таба алсақ болады, отправить етеміз. Сол сияқты өстіп дружба біреулеріңізге жібере бересіздер. Сосын мына жерде видео жіберуге болады, иә, видео сообщение ретінде жіберуге болады және звонок жіберуге болады. Енді қазір бұл жерде бізде ешқандай дос болмағандықтан мен қазір өзіме звонок көрейін, мысалға, иә. Мысалы өзіме звонок көрейін. Маған звонок қазір бармайды екен, менің нем өшіп тұр, иә. Сол үшін қазір өз логинына кіре салайын сіздерге көрсету үшін. Выход из учетной записи дейсіздер. Мысалға сіздер біреудің үйінде болсаңыздар, қонақта, иә, сіздің компьютеріңізде немесе біреудің скайпы болса, жаңадан скайпты орнатудың ешқандай қажеттілігі жоқ, тек қана учетный запись өзгерте саласыздар. Войти дейміз. Пароль тереміз. Осылай скайп өзі жалпы ашылады. Скайпта бір жақсы файлдар жіберуге болады, видео жіберуге болады. Экран арқылы бәрін көрсете беруге де болады. Иә? Енді қазір біреудікін көрейік. Кімге звондасақ болады, мысалы. Мысалға, бірнеше адамдарды алайық, иә? Мысалы, Рамиға онлайн дейді. Кириченко. Видео жіберуге болады, иә? Так, мында мысалы, допустим, видео деп басам. Добавить, мысалы, бірімізді сөйлесіп жатырмыз, иә? Голосовое сообщение. Мен звондан жоқпын. Мысалға, бір адамдарға звондайық делге, допустим, кімдерге звондасақ, мысалы, мына адамды аламыз, осыған звондаймыз. Сосын добавить, мысалы, бірнеше адаммен сөйлескіміз келеді, добавить пользователь дейміз, плюс тұр ғой, соған басамыз. Добавить участников к этому звонку дейміз, мысалы, мына жерден тере береміз. Мысалы, Ғалия дейік, добавить в разговор. Ғалия тоже добавить в разговор. Бірнеше адаммен бірден сөйлесіп отырмыз. Сосын қазір просто звонок келіп жатыр ғой. Иә? Так, добавить участников. Тағы да мысалы біреуді добавить разговор. Өсіп бірнеше адамдармен сөйлесіп отыра береміз, бірімізді көріп, иә? Видео егер мен көрмеген қаласам, мен выключить видеосвязімде тек қана ауызбен сөйлесе беремін. Немесе видео арқылы қосып бірімізді сөйлесе берсек болады. Сосын бұл жерде мынандай тұр ғой. Осыны бассаңыздар, сообщениені түсіп тұрса, осы жерге смс жіберсеңіздер болады. Мысалы, мына жерге файл жіберуге болады. Мысалы, отправка файла, иә? Қазір рабочий столда, мысалға, қазір не жіберейік. Мысалы, мой чек-листте открыть. Осы чек-лист кетеді, иә? Мысалы, біріміз чек-лист жібереміз отмены. Так, сосын мысалға привет деп смс жаза берсек те болады, иә? Привет деп. Так. Сосын бұл бір жақсы тағы да бүйтесіздер. Қазір өзімді үйден өшіп қояйын. Мына жерге бір жақсы фото жіберсеңіздер болады, иә, отправить изображение. Сосын видео жіберсеңіздер болады. Күштеміз. Видео жіберсем. Видео звонокта, мысалға, допустим, осыны жазам, иә, қазір кетіп жатыр запись. Допустим, мне кіммен деп отырған қазір Ғалия, иә? Ғалия, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр деп жазып жібердім. Отправка деймін. Өстіп мен видео жіберсем болады ана кісіге. Иә? Қазір байтынымды тысылайын, түсінбей қалмасын. Осы сақта жүре береді жұмыстарымыз. Сосын бір жақсы скайп ашылып тұрады ғой.
арқылы скайп ашық тұрған кезде сіз өзіңіз скрин экрана деп өзіңіз экранды сразу бірден көрсете берсеңіз болады. Ол үшін сіз қазір звонки ма звуковые брать, извините. Скайп қазір бака инструменты, звонки на телефон. Сіз өзіңіз скрин экрана көрсете берсеңіз болады тоже. Қазір мен көрсетемін қалай алатынын. Бірден анда экранды көрсете берсеңіз де болады, иә? Қазір қай жерде екенін біраз кірмеп едім, скайпқа уже ұмыта бастаппын. Жалпы Ау? Да, группа сатып етсек болады. Қазір группа шығара салайық сірә бірден. Атымыз бизнес бастау. Бизнес бастау. 15-е. Допустим, сосын мына жерге адамдарды қоса береміз. Керек адамдар. В общем, осы сосын тағы да экран арқылы бірден көрсете беретін тағы да бір функция бар. Оның қазір ұмытып отырмын, кейін біз кездескен кезде, скайп арқылы кездескен кезде сіздерге көрсетемін, жақсы ма? Сау болыңыздар.